Бабалар ескерткіштері ұрпаққа аманат деген акцияны қолдаймыз. Біздің Көкшетау қаласында қызу жүріп жатқанына өте қуаныштымын. Шын мәнісінде кез келген адамға жайдан жай ескерткіш қойылмайды ғой. Әр ескерткіштің өзінің айтар ойы бар, айтар тарихы бар, әр тұлғаның өзінің тағдыры бар. Бұл ұрпаққа өнеге. Сондықтан бұндай ескерткіштерді біз мұқият күтіп, ұстап, тазалап, қамқорлап жүруіміз керек. Өкінішке орай соңғы уақыттарда жастардың кейде бір осындай ұлы тұлғаларға қойылған ескерткіштерге зиян келтіріп жататыны, бүлдіріп жататыны болады. Сол өкінішті. Сондықтан оны болдырмау үшін сондай ескерткіштердің мән мағынасын, тарихи тұлғалардың орындарын алатын өміріміздегі, еліміздің дамуындағы тағдырларын жиірек айтуға тиіспіз деп ойлаймын. Мұны менің артымда Шоқан Уәлихановқа арналған ескерткіш тұр Көкшетаудағы. Бұл ескерткіш көп адамға, бәрімізге де ұнайды деп ойлаймын. Менің өзіме ерекше ұнайды. Мәселен, Шоқан ескерткіші түбіндегі ой деген өлеңде жазғам. Ондағы айтатын ойым, Шоқан бір Сәбит Мұқановтың айтқанындай жаңағы ағып түскен бір жарық жұлдыз болды, қысқа ғұмырлы болды. Сонысына қарамай артына үлкен еңбек қалдырған, өзінің зеректігін, зейінділігін, ерекше ойлы, үлкен ғалым болғандығын қысқа ғұмырының ішінде дәлелдеп кеткен ерекше бір тұлға. Сондай-ақ өте зиялы, өте көркем, сондай озық ойлы бір азамат болған. Сонысы мен таң қалдырады. Мына ескерткіште соны дәлелдейтіндей бір ерекше жеңіл, ерекше сымбатты, ерекше көрікті ескерткіш. Бұрынғы бір бояуы маған бұдан да гөрі ұнайтын. Қазір басқа бояуда тұр. Мүмкін тағы да келесі күтімге алынғанда бұрынғы қалпына, бір қоңырлау қалпына түсетін шығар деп ойлаймын. Сондықтан айтпағым, барлық ескерткіштерді қадірлеп, күтіп ұстауға тырысайық.